Құрметті көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Әдемай тобының әншілері Әсем мен Әсел. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Армысыздар. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер, Астанаға қош келдіңіздер дейміз. Қош көрдік. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Таңғы көңіл күйіміз әдемі. Аллаға шүкір, жақсы. Тамаша. Ары қарай жақсы болсын, көтеріңкі болсын деп бізде К-витамин деген айдар бар. Күлкі витамині дейді. Өнер адамдары анекдот айтады. Орманның ішінде қасқыр келе жатса, бір талдың түбінде қоян сыңжаңдап бірдеңе істеп отыр дейді, бірдеңе жазып. Сол қасына келіп қоян не жазып отырсың дедім ғой. Есі айтыпты. Мен мынау қасқырдың көзін жоюдың амалдары мен тәсілдері деген тақырыпта ғылыми диссертация жазып отырмын дедім ғой. Сіз қасқыр ашылып мен саған көрсетейін қазір деп қоянның желкесінен алып ары қаратай бір қалың ағаштың ішіне алып кетті. Бүкіл аңдардың бәрі үрпиіп қарап тұр дейді. Жаңағы ағаштардың ар жағында шаң бұрқ жаңағы айғай шу бәрі енді қоян біткен шығар дедім ғой. Сөйтсе жаңағы ар жақтағы ағаштың ішінен қоян атып шығып қолын қағып тұр дейді жаңағы. Бәрі таң қалыпты дейді. Сартжан арыстан шығып келеді дейді. Мәселе диссертация емес, мәселе жетекшілер деп айтады дейді. Ақын Серікзат Дүйсенғазин болатын. Иә. Диссертация деп жатыр ғой өзі. Өздеріңіз өнерге бастыңыздар қадам, үлкен қадам. Негізі мамандықтарыңыз қандай? Өнер саласында? Менің алғашқы мамандығым десе де болады. Әмбебап мамандық. Журналистика саласын тәмамдағам. Қазіргі таңда музыкалық білімді жалғастырып жатырмын. Мен музыкалық білім алғам, бітірдім. Өнер жолына қашан келдіңіздер, қалай келдіңіздер? Өнер жолына іңгәлеген әлдей кезімізден келдік десек те болады. Неге десек, бізді осы өнер саласына домбырамен ән айтып, күніге құлағымызға сіңірген әкеміз. Бала күнімізден ән айтамыз екеуміз. Бірақ дегенмен ол кезде топ құрамыз деген ойымызда болған жоқ. Кейіннен әкеміздің бір қолда ұсынысымен бір кеште бірге ән салуымызды өтінді. Содан екеуміз бірге ән салғаннан кейін халықтың ыстық ықыласы ерекше болды. Сол кісілердің қолдауымен, солардың ұнатуымен халықтың топ болып құрылып кеттік. Бізді құрған халық деп айтсақ та болады, ерекшелігіміз. Продюсерлеріңіз, әкелеріңіз? Өнер саласында осы бізге қолдауын көрсететін, барлық жағынан қамтамасыз ететін әкеміз. Ал музыкалық жағынан режиссеріміз, бағыт-бағдар беретін, бар жаққа үлкен іс-шараларға шығаратын музыкалық режиссеріміз Валентин ағамыз Алматыда. Жаңа халық танып, жақсы қабылдады деп жатсыздар. Сол Тараз жақта сіздерді алтын аралар деп атайды. Иә, алтын аралар деп атайды. Алғашында өзіміз де таңдағанбыз, неге араға теңеді екен деп таң қалып. Еңбекқорсыздар. Сөйтсем, халықтың солай бізге теңеуі бар екен, мағынасы өте жақсы. Және көйлегіміз қысайды солай. Содан еңбекқорлықтың себебінен деп солай атап кетсе керек, дегенмен қатты пысықпыз деп айта алмаймын. Мақтанып кеткендей болмайық, дегенмен барынша еңбектенуге тырысамыз. Ата-анамыз үйреткен жұмыстың үлкені кішісі жоқ деп, сондықтан болар алтын ара деп атағаны. Тамаша. Ең көп таралған әндеріңіз қандай? Әдемаймен бірге. Ол әннің әні Сильвия Акопян. Ал сөзі Құрманай Бақтиярқызы. Қазіргі таңда Армения елінің әншісі Сильвия Акопянмен шығармашылық байланыстамыз. Рұқсатын алып, ол кісімен құрбымыз. Сол әніміз шыққаннан кейін Құрманай әпкеміз бізге арнап, бізді таныстыру ретінде жазып берген. Енді шыққанда. Сол халықтың көңілінен шығып, ұнатып жатыр. Енді Алла қаласа өнер дегеніміз бір күнмен тоқтап қалмайды, күніге ізденісті талап етеді. Алла қаласа әндеріміздің қатар толыға түседі деп уәде береміз. WhatsApp еден сұрақ келіп отыр, Ақтау қаласынан дейді. Отбасы жайлы айтып берсе, тұрмыс құрған ба дейді. Енді әзірге басымыз бос. Алдағы уақытта енді әр қыз баласы болғаннан кейін бір күні келін, ата-аналарымыз қақ. Бірақ әзірге сізбен бізге белгісіз. Басымыз бос. Қазіргі таңда ән қоржындарыңызда қанша ән бар, бейнебаян бар? 12 авторлық әніміз бар. Қазіргі таңда одан бөлек халық әндері бар. Сонымен толықты, халық композиторларының әндері бар. Ал жуырда қана бейнебаянымыз жарыққа шықты. 10 мамыр күні телеэкран арқылы көрерменге жол тауып, халықтың ізгі тілегіне, ыстық ықыласына бөленіп жатыр. Халықпен енді ғана шыққан топ болғандықтан бейнебаянымыз тек өзіміз ғана түстік. Халықпен танысайық, өзімізді таныстырайық деген мақсатпен түсірілген бейнебаян. Сюжеті жоқ, тек қана трековый деп айтады. Тамаша, осы күнгіден көріп жатырмыз өздеріңізді қайырымдылық кештерден, театрлар мен гастрольде, өнерші жанашыр ағаларың мен бауырларыңызбен жан-жақ қалада, осы Талдықорған қаласында да болыпсыздар. Енді 2018-ге қандай жоспарлар бар?
басын айтып кетейік, 2018 қалай басталған? Бұл жыл бізге өте қуанышты күндермен басталды. Осы 31-нен 1-не қараған түннен бастап гастрольдік сапармен басталды. Енді біз оны жақсылыққа жордық. Жолда келе жатып қарсы. Жаңа жылды жолда келе жатып қарсы алдық. Концертте, яғни өзіміздің сүйікті ісімізбен айналысып. Жылдың басы үлкен мерейтоймен басталды. Одан кейін күнде солай гастрольдік сапарға ұласып кетті. Бір айта кетерлігі, біз республика деңгейіне биыл бірінші рет гастрольдік сапарға шықтық. Сонымен қатар осы елімізге белгілі Әзіл-Ысқақ театры бар, Алдар Аспан Әзіл-Ысқақ театры. Сол театрда Нұржан ағамыздың қолдауымен бүкіл Қазақстанға халықпен танысып, гастрольдік сапарларға шығып келдік. Одан кейін де қайырымдылық іс-шаралар болып жатыр. Күнде думан, күнде той, күнде іс-шара болып жатыр. Тамаша болып жатыр. Ұзағынан болсын дейміз. Рахмет. Енді әлеуметтік желіде айтып жатты ғой, Роза Әлғажанмен бір келіспеушіліктер болып жатты, әнге таласып қалды деді. Хайп па әлде? Жоқ, ол қолдап жасалған дүние емес. Роза Әлқожа әпкеміз біздің өнердегі бағыт-бағдар беруші, ол кісіге қарап бой түзейміз, әндерін тыңдаймыз бала күнімізден. Бұл бір түсініспеушілік жай ғана. Дегенмен кейіннен өзара татуластық, ешқандай да дау-дамай болған жоқ. Тек қана бір ақынның сөзіне 2 сазгер ән шығарған болатын. Біреуі Тараз қаласында авторы, екіншісі Роза әпкеміз. Роза әпкеміз, дегенмен ол екінші әнді орындайтын өнерпаз біздің досымыз. Енді қазір әлеуметтік желі ғой, Инстаграм парақшалары, жарнамалаудың түрі жақсы дамыған. Экранға назар аударайық, Инстаграмнан бір қойылған сұрақтар бар екен өздеріңіздің суреттеріңізге. Әсем, сен де жанға жүрегімді сыйлар едім, әттең сен маған қарамайсың да дейді. Күшті комментарий тауысыздар ғой. Осындай комментарий бар екен андай суреттеріңізге. Қараймын деп қояйыншы. Қараймын дейді. Жігітті танисыз ба? Танысқан жоқсыз ба? Танымайды екенмін. Мен бұл жігіт туралы білем. Айдос екен. Білгенде танымаймын, осы әлеуметтік желі арқылы оқығам. Енді мүмкін сыртымыздан қарап ойлайтын шығар. Сырттан қарағанда адамды түсінбейсің ғой, жан дүниесін. Жауап бердіңіз бе бұл жігітке? Мен қателеспесем, мен жауап бергем, иә. Ол кейін ол жігіт шай ішейік деп маған әңгіме жазған болатын. Шай іштіңіздер ме? Жоқ, әзірге ішкен жоқпыз, ол жігіт өзге қалада тұрады екен. Дегенмен қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді. Әзірге кездестірмедік енді болашақ жарымызды. Бірақ жігіт болған соң, қыз болған соң қызға қарайды ғой. Тамаша, тағы біреу бар екен, комментарий көрейік келесіне. Бұл да осында қойылған мынандай сұраққа. Қыздар, маған қатты ұнадыңдар. Менің 2 егіз інілерім бар. Өнерлі жігіттер, таныстырайыншы, жастар 24-те дейді. Ой, бұл егіздер дегенде... Жеңгетай ғой. Бұл өте жақсы сұрақ десем де болады. Себебі бізге жиі хабарласады. Мен егіз інілерім бар, егіз ағаларым бар деп жиі айтады. Сонымен қатар ол үйге де келіп тұрады. Әкемізден рұқсат сұрап, мен егіз ұлдарым бар деп. Дегенмен енді сөзін ашығы керек, шындығы керек. Біз екеуміз әпкелі сіңіліміз ғой. Бірақ халық бізге егіздер деп атап кетеді. Иә, мен де жаңа бір қарағанда сіздерді егіздер деп қалдым. Тіпті киімдеріңізде ұқсас болғаннан кейін. Араларыңыз неше жас сонда? 3 жас. 3 жас арамыз. Үлкен, мен кіші. WhatsApp-тан да сол сұрақ қойылып жатыр екен, Павлодардан жаңағы егіз жігіттерді ұнатып қалатын кездер бола ма? Егіз жігіттер дегенде бізге жиі жазады. Өте көп. Қазақстанда егіздер көп қой, өте көп. Танысайық деп ұсыныс білдіріп атады. Оған ешқандай жаман көзқарасымыз жоқ, танысқанда тұрған еш нәрсе жоқ. Бірақ әзірге енді егіз жігіттер болашақ жарымыз болса, ол әрине өте жақсы, нұр үстіне нұр болар еді. Мысалы, Әсел екеуміз бір жігітке ғашық болып қаламыз кейде, сыртынан қарап. Мен айтам Әселге. Болмаса Әсел маған айтады. Талғамыз бірдей болып тұр осың. Иә, Әсел маған айтады, ана жігітті қарашы, сырласқан кезде. Мен де соны ойлап отырмын деймін. Ойымыз бір арнада тоғысады, бір қызығы солай. Павлодар қаласынан тағы да бір сұрақ келіп жатыр екен. Есімі Әлия. Қыз баланың ең үлкен арманы, мақсаты, бақыты десек болады, келін болу, ана атану дейді. Сіздерде ол қашанға жоспарланған деп жазып жіберіпті. Осы өнер саласына келген соң, басын бастаған соң, соңына дейін жеткізу міндетіміз. Енді республика деңгейіне енді шығып танылып жатқан соң, бір 2 жылдан кейін уақыт кеп қалар. Дегенмен ол бір Аллаға аян, бұйрық келіп қалса, кез келген күні болып қалу әбден мүмкін. Әзірге өнердеміз. Жаңа талғам деп жатсыз ғой, екеуіңіздің ой бірден шығады деп. Әнге келгенде, киімге келген кім талғайды, үлкенге жол бересіз бе әлде?
Үлкенге құрмет, кішіге ізет деп жатады ғой. Келісіп пішкен тон келте болмас дейді. Сондықтан да иә, Әсел бірінші өз ойын айтады. Үлкен әпкем ретінде, одан кейін мен өз сіңілі ретінде мен де өз ойымды айтамын. Сөйтіп бір ортақ шешімге келеміз. Әселге ұнайтын зат маған да ұнайды, маған ұнайтын зат Әселге ұнайды. Солай жеті рет өлшеп бір рет кесеміз десем де болады. Көп ойланамыз. Сосын барып түйінін шығарамыз. Ай, тамаша. Енді біз қонақкәде сұрайық, бірақ қонақкәде бізде ерекше караоке айдары бар. Ода сіздердің емес, біз таңдаған әнді орындап берсеңіздер. Микрофондарыңызды алып Микрофон алыңыздар. алмаңыз қосып. Мақпал Исабекованың репертуарынан Аялай ән екен. Білесіздер ғой? Әрине, Мақпал ең сүйікті әншіміз. Тамаша. Ал құрметті көрермен, сіздердің құрметтеріңізге әдемі айтуға айтты. Караоке. Саған қолым жете ме, айтсам сөзім өте ме, болсам жаққа етелеп деп ойлаймын. Көріп алдым асылды, көңілдегі ашылып, бір өзіңдей асылым көп ойлаймын. Аяла мені, қарап жүрмін жолыңа. Бағала мені, қондыршы тез қолыңа. Аяла мені, қарап жүрмін жолыңа. Бағала мені, шағала мені, қондыршы тез қолыңа. Көңіл бөлші азғанда, жас жүректі жастама. Алданбашы басқаға жалынамын. Өмірімнің алауы, көңілімнің қалауы, бір сен ғана аяулы жаным мәні. Аяла мені, қарап жүрмін жолыңа. Бағала мені, шағала мені, қондыршы тез қолыңа. Қайырлы таң, қайырлы таң, қайырлы таң Қазақстан. Қайырлы таң, қайырлы таң, қайырлы таң Қазақстан. Тамаша орындадыңыздар. Тіпті біздің бағдарламаның атын әнге қосып жатсыздар. Өте ерекше екен. Тамаша, сіздерге көп-көп рахмет. Өстіп уақыттарыңызды бөліп, таңертеңгісін келіп сұхбаттасып, керемет ән сыйлағандарыңызға. Осы орайда сіздерге де ыстық ықыласымызды, тілегімді білдіргім келеді. Телеэкран арқылы жас өнерпаздарды халықпен таныстырып, жол сілтеп жатқандарыңызға мың алғыс, шығармашылық табыс тілейміз. Өрлей беріңіздер. Үлкен рахмет, алғысымыз шексіз сіздерге. Сіздерге де көп-көп рахмет. Хит әндер көп болсын дейміз. Аумин. Құрметті көрермен, осымен біздің уақытымыз аяқталды. Дүйсенбі жұма аралығында күнделікті таңертең сағат 8:00-де Еуразия арнасы қосулы болсын. Дәл қазір ауа райы болжамы, соңынан қайырлы таң бағдарламасы орыс тілінде. Көріңіздер. Ертең көріскенше аман сау болыңыздар.